Дрож ба? Бір аптадай беріп қарашы дрожды. Дрож жүрмесең қамыр бер. Бана мен қамыр бердім бұларға деген. Норман жеп тұр қамырды деген. Енді көреміз. Мен де ойлап тұрмын. Көрейік қамыр беріп көрейік. Маған кеше біреулер жазып отыр, қамыр берсе тумай жатыр деп. Сол мен де ойлап тұрмын, сол қамыр, дрож бәрін беріп қарайын деп жатырмын қазір. Жалпы бұрын өзім домашниларға бергенде басып еді. Енді өзі осыларға беріп жатырмын. Осылар басып жатса, онда нәтиже бар. Ал енді дрож беріп, мына қамыр беріп, мынандай породалар баспайтын болса, олар тиісті онда не тек қана неге арналған онда? Қалай еді? Ой. Домашнийге арналған деп ойлаймыз оны. Қыстық күні инкубатордан балапан шығарып пайда бола ма дейді. Қыста енді инкубатордан балапан шығарып сата алмайсың. Инкубатордан балапан шығарасында өзің үйден асырап, ертең нормально көтеріп, март, апрель бастағанда уже жұрттар тауық іздей бастайды. Мына 2 айлық, 3 айлық балапан тауықтар уже майда туатын қылып. Сондай кезде сатасың ғой. Қымбатқа сатасың, бірақ ол кезде. Уалейкум ассалам. Орал қаласы, Орал. Әтеш неге тауықтың артынан шығады дейді. Әтеш неге тауықтың артынан шығады. Білмеймін, ол қалай түсінбедім. Тауыққа қызған, бірақ мысық деген бәле болып тұр дейді. Мысық дейтін, мынандай тауықтар дейтін бар ғой. Мысыққа не істемейді ғой. Қалай айтсам болады. Мысыққа алдық дейді бұлар деген. Бұлар өздері манағыдай не істейді ғой. Қалай айтсам болады. Ит қой, тек мына тауықтарды алатын тек ит. Мысықтар тауыққа тиісе алмайды. Дрож қанша беру керек тоғыз. Оны енді білмедім. Мана сен маған жазған сияқтысың, нөл коду. Мен саған жауап берген сияқтымын мана деген. WhatsApp-тан таңертең. Уалейкум ассалам. Бойцовский порода жоқ. Тауықтан пайда жоқ шығар дейді. Тауықтан пайда бар ғой. Тауықта ғой, пайданың бәрі тауықта. Тауықтан пайда жоқ шығар, или бар ма? Тауықтан пайда көп қой. Күнде туу үшін витамин бересің ғой. Бірақ енді шама келгенше тауықтарды витаминге үйретпеңіздер. Енді менде дейтін мысал мыналар ақ бидай берсем туады. Мына австралог породасы. Қазір жүрейді. Мына не бұлдырап тұр. Телефоным бұлдырап кетті. Айфон алу керек сияқты. Мына породалар ақ бидайға туып тұр осылар. Шүкір. Мыналарға білмеймін, бұларға қазір мен витамин беріп жатырмын. Бұлар бірақ қандай жем жеген білмеймін бұрын соңды. Орал қаласы. Менде мына тауық жұмыртқа жеп тұр. Кеше өзім ұстап алып едім. Бүгін үйдегілерде көрген. Мына тауық жұмыртқа жеп тұр менде. Мына тауық бар ғой. Өзі өшіріп жатып алыпты ыңғайласып, бірақ жұмыртқа жеп тұр. Балапанға 3 күн бойы тауықтың жұмыртқасын суға пісіріп бересің. 3 күннен бастап уже 1 айға дейін старт дейтін жем бар. Комбикорм. Бір мешогын алуға мана ақшалай не болмай жатса, онда бір қапшық ала алмай жатсаң, онда мешоктап сатып алуға 550 теңге тұрады. Бірақ енді ол дейтін енді әрғалай бізде старт мысалы 5500-ден 25 килограммы. Ал рост 4500 теңге Оралда. Бірақ енді манағыдай мешоктап 1-2 килодан алатын болсаң, онда ұтылып қалатын сияқтысың. Оданша қапшықтап алып алып, 1 ай старт бересің, 3 күннен кейін балапандарға. Содан кейін рост бересің. Ал енді ондай ақшаң болмай манағыдай. Енді любой адамда ақша болмайды қазіргі заманда деген. Тем более мектеп оқушысы болсаң, сенде ондай көп қаражат жоқ шығар пока. Манағыдай үйдегі помойларды беріп, манағыдай тары беріп, бидай, манаға любой тауыққа беретін жемді уатып бересің балапандарға. Солай жайлап өздері көтеріледі. Не пайда сұрайды, чешет күнге туатын тауық бар. Бар, күнге туатын тауық бар ғой. Орал. Уалейкум ассалам, күнде туатын болады.
жоқ, былай ғой, тауық деген, мен айтайын, тауықтың пайдасын айтып жіберейін бірінші. Мысалы, менде мына ұстап отқан породалар Адлер породасы да. Бұлар менде деген жұмыртқа бағытында ұстап отыр. Енді жұмыртқасын 80 теңгеден сатпаймын, жұмыртқасын 200 теңгеден инкубаторға сатам. Инкубатор үшін ұстап отырмын бұны деген. Ертең алла қосса бір партияны жіберем, содан екінші партияны жіберем, сосын арғы партияны уже өзіме алып қалам. Өзіме ертең балапандар керек қой, сол инкубатордан өзіме шығарып алам. Солай бұның енді жұмыртқасын инкубаторға сатасыздар да, чисто инкубаторға сатасыздар 200 теңгеден. Осы породына. Ал мына породының жұмыртқасы, мына порода бұл австралог дейтін порода. Өзі тауықта қымбат, жұмыртқасы да қымбат. Бір жұмыртқасы 400 теңге тұрады. Бұған сұраныс жақсы. Ертең алла осы тағы да бір порода келеді Оралға. Ол бірақ жұмыртқалы келе жатыр, дос балама. Сол шығарады, содан кейін оның балапандары, тауықтар өскеннен оны да Орал қаласында дамытамыз сатуға. Жақсы негізінде. Тауықты мына ал мысалы Ламан Браун, Лигорн, доминант асырайтын болсаңыздар, олардың пародасын, олардың жұмыртқасын тек қана жеуге сатасыздар. Жеуге дегенде қалай ма? Үйге жеуге сатасыздар ғой, типа пис фабриканкті сияқты. Бірақ 80 теңгеден олардың көп ешкім алмайды. Шамай келгенше олардың жұмыртқасын 60 теңгеден сатсаңыздар жақсы пайда болады. Ол үшін тауықтарыңыз күнде туып тұру керек. Мана бір бауырымыз қойып кетті, 12 тауық бар. Оның жартысы туса, жартысы тумайды деп. Енді тауықтар домашний тауық болса, олар домашний тауықтар бір күн туып, бір күн тумай қалады. Кейде 2 күн қатарынан туады да, бір күн тумай қалады. Солай демалып туады олар деген. Неше атеш бар дейді. Менде қазір осы жерде 4 атеш бар. Адлерде 1 атеш, австралогта 3 атеш. Бір тауық бір бет қана күрік баса алмайды. Жо-жо бір тауық 2 ретте баса береді, оған қарамайды. Мынада жұмыртқа туқысы кетіп бара жатыр, ананың қасына кіріп батыр. Осы тауықтарды қарақ қой керек, манада жұмыртқа туып, кейбіреулер жеп қояды жұмыртқаларын деген. Мына астында мысалы жұмыртқа жоқ. Осылай қарақ қойыңыздар. Мына тауық қораға барасыздар ғой, тауық қораның ішіне ұясына қаратай бір тауық кіріп қарап тұрып қалса, ананың астында жұмыртқа болса, бұл жегісі келіп баруы мүмкін, или тууға барып тұруы мүмкін де, 2 ойда бұларда. Сол үшін шамай келгенше мынандай тауық ұяға кіріп жатқанда жұмыртқа жатса, жұмыртқаны алып тастаңыздар. Білмейсіз ғой, тауық жеп қоюы мүмкін, жемеуі де мүмкін де, 2 түрі бар. Менде мысалы анау жеп тұр, сол мынау барып тұр, мен ойлап тұрмын, ананың ішінде жұмыртқа бар шығар деп, бірақ жұмыртқа жоқ. Мынау барып ананы тұрғызып жатыр да, сосын барып қарап жатқаным ғой. Мүмкін анау жұмыртқа туып тастап, мынау жеп қояйын деп жатыр ма деп. Бұрамның жұмыртқасы жоқ менде. Сендер жақта күн батқан жоқ па? Жоқ, біз 9-да батады. Саман кірпіш бұзамын деп жатыр едіңіз ғой. Я, мынаны уже бұйыртса бұзып тастадым ғой. Енді алла қосса ертең демалыс, ертең бір шаруаларым бар қалада. Соны бітіріп аламын да, сол арғы күні жайлап шығарам, тастарым. Бұйыртса. Бізде сағат 8:40 болады, айына қанша табасыз дейді. Енді примерно плюс-минусымен 50 мың теңге қалтаға түседі ғой. Мына Адлердің өзінен 50 мың теңге қалтаға түседі. Чисто Адлердің өзінен. Ал мына қара тауықтардан енді олардың жұмыртқасы 1-1 ғой. 1-1 Адлер 200 болса, Адлерге 1-1 ғой, ананікі деген 400 теңге. Одан где-то 80 мың теңге таза пайда қалады. Менде қара тауықтардан. Брат балапанға нан бітіп берген дос. Бер. Айтып тұрмын ғой, кім қалай асырағысы келеді, солай асырайды деймін. Ол біздер айтамыз ғой енді. Мен қазір саған деген комбикорм ал деп айтамын сен мысалы енді комбикормға ақшаң болмаса комбикорм бермейсің ғой, дұрыс па? По-любому өзіңнің үйіңдегі мана қолыңда бар затты бересің ғой. Сол сияқты ғой. Балапандар жоқ пока, бұйыртса шығады балапандар. Мына тауықтың 1-2 пазоктары беріп өзіме бір новый инкубатор сатып алғым келіп тұр. Соған кішкене тиыншылық салмайды, осылардың породаларын, жұмыртқаларын жинап беріп жіберсем. Сол бұйыртса инкубатор алам. Қалаға апарып сатасыз ба дейді. Жоқ, қалаға апарып сатпайын ғой. Менікі осы TikTok арқылы өтеді, көбінесе TikTok арқылы сатып жатырмын ғой. Тауықтарының барлығын. Давай достарым, да 100 адам көріп отыр ғой. Бір қайта 4000 подписчик екіспек, 3900 болыпты.
нормально көтеріп жатыр. 100 адамның бәрі тіркелсе 4000-ға жетеміз ғой. Қол тұқым қанша болып жатыр дейді. Бізде 80 теңгеден болып жатыр жұмыртқа деген. Жұмыртқа 80 теңгеден бізде. Тауық қанша? Тауық сатылмайды адай. Сол инкубатор бар ма сатылатын қолданылған? Қазір қолданылған инкубатордың өзі қымбатқа шығып тұр. Мен ойлай алам ба деп жатырмын. Менде бір матрица деле дейтін инкубатор болды. Соны ала қоссам матрица деле дейтін инкубатор алайын деп жатырмын өзіме қайтадан. Ақтөбе қаласын алдыртам Оралға. Сол ала бұйыртса, сосын сіздерге көрсетемін ғой. Тілім алды. Ұсталған инкубаторды алмаңыздар шамай келгенше. Ол енді сатып жатқан адам қандай себепті сатып жатыр? Дұрыс шығара алмағандықтан сатады, кейбір білмегендіктен сатады. Сосын инкубатор дұрыс жұмыс жасамай тұрған кезде сатады да арзанға сатады. Арзан нәрсенің ешқандай да құны жоқ, мен сіздерге резко айтайын. Арзан нәрсе алмаңыздар шамайынше. Байғыларыңыз келсе, арзан нәрсеге вообще жоламаңыздар. Енді өзімізде кейде арзанға жүгіріп кетеміз ақша болмайған жағдайда. Шама келгенше қымбатынан аласыздар ғой, тұрысынан. Мысалы, қымбатқа алып тұр, бірден болған жағдай смело айтасың да бетіне. Чотан бауырым деген сияқты ғой. Қымбатқа саттың дым нәтиже жоқ қой деген сияқты. Сол үшін шамайынша арзанға жүгірмеңіздер. Енді менде мен сіздерге айттым ғой, мына аяғымда. Так, мына тауық бар ғой. Мына тауық менде ақсаңдап жүр, өзімнің ақсаңдап қалған. Еше жұмыртқа жеп тұр. Енді ертең осыны ала бұйыртса, бөлек сеткеге салам. Бөлек мынаның бәрін шығарып тастағаннан бөлек сеткеге салам да бұйыртса. Мынадай ракушка берем. Бұның өзіне чисті. Айтпаса, бұны мен қазір бірге қойып, мына жерге ракушка төгетін болсам, бұл жей алмай қалып тұр да. Мыналар жеп қойып тұр, шапшаң. Но жеймей қалады. Сол үшін мынада уже кальций жетіспегендіктен бұл қайтадан жұмыртқаны жей бастайды, уже ары қаратай до конца кете береді да. Сол үшін мыналардан бөліп, мыналарға да берем ғой отдельно. Анаған отдельно өзіне жеке берейін деп тұр ғой. Жеке беріп, сөйтіп манағыдай жұмыртқа жеуін қойдырту керек болып тұр. Ертең аннан бір жұмыртқа алып келем. Пластмасс жұмыртқа. Соны қоямын да қасына, сол осы тауықтың пластмасс жұмыртқа қоямын. Сіздерге көрсетемін ғой, бұйыртса видеоға. Қасына жұмыртқаны қоямын да, бөлек сетке салып тастап кетемін ғой. Соны ананы шұқиды ғой пластмассты. Бұл енді жұмыртқаны жеп үйреніп қалған тауық. Уже пластмасс шұқиды да, уже ара алмайды. Уже пластмасс жей алмайды, уже қарны ашады. Жем жейді, манағы кальцийін жейді, жем жейді, кальцийін жейді. Сөйтіп уже жұмыртқа жеуін қойып кетеді. Потому что менде мына жұмыртқаны жеген кезде уже менде тауықтың жұмыртқасы жарылып қалатын болып тұр ғой. Жалпы неге тауық шұқығанда жұмыртқа шамалға жарылмайды негізінде. Тауықтың сырты жұқа болған жағдайда жұмыртқа жарылып қалады. Тауықтар бір шұқығанда жұмыртқа жарылып қалады. Сол үшін тауықтарыңызға кальций жетіспей жатыр да. Сол үшін кальцийді жақсы кальций бересіздер ғой енді. Ракушняк тас беруге болады. Әртүрлі түрлері көп қой. Тіпті мыналарда менде деген ешқайсы жеп тұрған жоқ, жұмыртқа тумаса. Ақ бидайға туып тұр, осы тауықтар шыны керек бар ғой. Ақ бидайға туып тұр. Тауықтар сатылмайды, неге ақсап қалды тауық. Сол білмеймін неге ақсаңдап қалған. Мен енді өзім 5 күн жұмыстамын ғой. Таңертең кетіп кешке келем. Кешкісін келгенде осылай сіздерге TikTokқа эфирге шығамын, ана видео түсіремін, үйтіп тауықтарын қараймын деген сияқты ғой. Сол енді ертең алла қосса енді қараймыз ғой өзіміз. Алла амандығын берсе. Балапан жоқ қазір менде деген. Менде солай тауық ақсап қалып түсіне алмадым дейді. Ол тауықтар кейбіреулері манағыдай атеш басады ғой үстінен. Атеш үстінен басқан жағдайда кейбір тауықтар манағыдай атеш ауыр болса тауық көтере алмай қалады да. Кейбір тауықтар солай манағыдай несін шығарып алады, мысалы қалайды. Жамбасын шығарып алады деген сияқты ғой, әлсіз тауық болса. Сонда менде әлсіз болып тұрған сияқты что-то. Еше жұмыртқа жеп, еше әлсіз, еше ақсаңдап жүр, еше сол жүргенде. Соны ертең бөлек қойып, атешке секіртпей бөлек қойып, мана кальцийін беріп, несін беріп, кішкене витамин беріп деген сияқты кішкене көтеріп алу керек болып тұр. Әйтпесе 5 мың теңгеде ала қашып кетейін тұр ғой. Жұмыртқасы бауыр үйде бұйыртса ертең ала қосса, так келесі аптама 6-шы күндері ала қосса жұмыртқаға дастап жасаймын. Басқа қалаға салып жіберем. Сол кезде жұмыртқаларын көрсететін боламын сіздерге.
Менікі просто үйде кісілер бар, телефонмен үйге кіріп жүрген ұят та, ол кісілер видеоға түскілер келмейді мана үйдегілер. Сол үшін не істеймін, брат, брама тумай жүр, не істесем болады дейді. Парковский тауық қалай өзі жақсы тауық па дейді. Ондай тауық ұстап көрмеппін ал. Қалай көріп қалады, тауықты көріп қалмайды. Бәсе қоразың өте үлкен еді дейді. Брама тауықтар тумағанда енді семіріп кеткен шығар, тауықтар семіріп кеткен жағдайда тумайды ғой. Тауықтарыңыздың мысалы мына құйрық жағын қарайсыздар. Мендікі просто мобилы жоқ дейм ба, қасында ұстап тұра, телефон ұстайды, адамдар болмай тұр ғой, сіздерге көрсететін. Так, көрсете алмай тұрмын ғой. Мына тауықты бар ғой, тумайтын тауықтарды. Ал тауық сатып алатын кезде де, мысалы, тауықтарыңыз тумай жүрген кезде де ұстап қарауға болады. Так. Мен көрсетейін енді сіздерге. Кичи. Так, міне. Так. Кичи. Так, міне. Мынау тауық қой міне. Мынау арт жағы міне. Мынау арт жағы. Естетсің. Мынау арт жағы. Шуламаш. Мынау арт жағы. Мына жерде жұмыртқа шығатын жері бар, мына жерде бар ғой. Мен сыртынан ұстаптым. Мына шулап кет. Мына жерде жұмыртқа туатын жері бар. Мына үш саусақ сыртынан мына жерден басып қарайсыздар. Мына жерде екі сүйек бар, мына жерде екі сүйек бар. Көтен жағында екі сүйек бар. Соның ажаны тықпайсыздар қолдарыңыз көтеннен. Бер жағынан мына жерден басып қарайсыздар. Мына үшеуін қарайсыздар. Менде мынау сыйып тұр. Мынау жұмыртқа туып тұрған тауық. Мына үшеуі қолдарыңыз сыймайтын болып, бір саусақ сыйып, или екі саусақ сыйыптын болса, онда тауықтарыңыз жұмыртқа тумайды. Бұлар әлі жұмыртқаға дайын емес деген сөз онда. Сол үшін мысалы бір саусақ сыйыпса, онда жапшы аузыңды. Онда тауықтарыңыз семіріп кетті дейтін сөз. Ал мына екі саусақ тұратын болса, онда кішкене манадай туына кішкене мүмкіндік бар деген сөз ғой. Бір саусақ тұратын болса, ол кезде уже тауықтарыңыздың семіріп кеткен жағдайда не істейді, соны айтып кетейін енді сіздерге. Тауықтарыңызға мынандай бір стаканға осындай су құясыздар, мынау жылы су. Сосын мынандай бір стаканға, мынау лас болып қалды уже, мынаны төгіп тастайын. Мынандай бір стаканға салқын су құясыздар да, бір салқын су, бір жылы су құясыздар. Міндетті түрде ол қысы жазы қарамайды. Бір ыссы, бір салқын су құясыздар да, қораға жем шашпайсыздар. Тиісті сол мана семіріп кеткен тауықтарыңызды атешмен бірге қосып салып жібересіз ғой. Тиісті мына су, мына 3 күн тұрады су. Су, 2 су біткенше тауықтарыңыз сіздерге арықтап манағыдай не істейді ғой. Арықтап өзі жұмыртқа туына мына жақсы болады ғой. Сол үшін мынандай су құйғанда да, мысалы мына суды құясыздар ғой, мынандай лас болып қалған жағдайда резко ауыстырып тастайсыздар. Мынандай суды. Мынау мен қазір келіп тұрмын қораға. Мана құйып кеткен суым. Мынау мысалы таптаза тұр міне. Мынау таптаза тұр, мынау лас болып тұр да. Мынаны мен төгіп тастайын, мынау тұрады. Сол сияқты ғой мысалы. Суым бірақ енді су біткенше дегенде мен біткенше деп айтып жатырмын ғой. Бірақ суын ауыстырып тұрасыздар. Лас болып қалды ма, уже алып тастайсыздар да басқа жылы су, орнына басқа салқын суға келіп құясыздар. 3 күн күтесіздер, 3 күннен кейін тауықтарыңыз жайлап жұмыртқа туа бастайды ғой уже. Просто енді әркім әрқалай істейді. Мен просто өзімнің тәжірибеммен айтып жатырмын сіздерге. Істеп көріңіздер енді. Просто енді әр адам өзінің тәжірибесін көрсетеді. Басқа ютубер, басқа тиктокерлер, басқа құспақ кісілер олай істемеуі мүмкін. Олар басқаша істеуі мүмкін. Олар витамин бермеуі мүмкін, беруі мүмкін деген сияқты ғой. Сол үшін енді осыны жасап қараңыздар, мен айтқам. Сосын бұйыртса көресіздер. Менде 19 бас бар общий. Енді қыстық қора жылы болу керек қой. Қыстық қора плюсовой температурамен 17-15 градус болса, тауықтарыңыз мен жұмыртқа береді ғой. Сонымен енді алла қосса қыстық қора дайындауым керек бұларға. Қазірден бастап дайындай бермесем, просто менде 5 күндік, бұл жұмыс 5 күндік болғаннан кейін
жұмыстан кейде шаршап келесің, кейде шаршап келмейсің деген сияқты ғой. Сосын қазірден бастап дайындалу керек қораға. Инкубацияға жұмыртқа, мынаның жұмыртқалары 200 теңгеден, бірақ қазір менде уже полный, заказ полный тұр уже. 200 теңгеден мынаның жұмыртқасы, міне, австралоктың жұмыртқасы 400 теңгеден. Мысалы, 50 жұмыртқа керек болса австралоктан 400, ал 50-ден көп жұмыртқа болатын болса, кішкене саудасы болады, түсіп беруге болады деген белгі ғой. Ал мыналарда 50-ден жоғары болса 200 теңгеден, осы Адлердікі. Ал 50-ден төмен болатын болса, енді кішкене цена басқашалау болады. 50-ден асқан жағдайда да цена кішкене төмендеу болады деген сияқты ғой. Былай плюс-минус бір 50-100 теңге ойнадамыз ғой. Так, 4 жыл болды тауық бағып жатырмын. 25 тауық күнге 15 жұмыртқа аз ба, әлде жақсы ма дейді. 4 жыл болса енді 25 тауықтан күнге 15 жұмыртқа нормально ғой. Енді кем дегенде көбі енді айтады ғой. Бір 20 жұмыртқа беру керек деген сияқты. Бір 15 жұмыртқа нормально негізінде. Жалпы негізінде 18-19 жұмыртқа берсе, өше күшті ғой. Уже 18-19 жұмыртқа бердіңіз, сіз уже плюстасыз ғой. 15 жұмыртқа менде былай енді плюстасыз ғой қазіргі өзіңізде. Орал қаласы қандай тауық ұстап жатсың дейді. Менде Адлер мен австралок бар отсы ғой, тек брат уақыт бизнес пайда бар ма? Бұларға енді мен жалғыз өзім барамайым тауықты. Жалпы негізі әкеліп бағып жатқан өзім, бірақ өзім енді таңертең жұмысқа кетем, кешке келем, үйдегілерге айтып кетем, жемін осындай беріңдер. Күнде кешкісін дайындап кетем, таңертең әр ыдысқа салып кетем ғой, мынаған деп соны береді үйдегілер өздері. Өзім демалыс кезімде өзім берем бұларға. Бизнестен пайда бар ма дегенде бар ғой. Пайда болмаса бұны ешкім бақпайды ғой. Енді тауық ұстап жатқандар біреу былай айтады, біреу былай айтуы мүмкін, біреу енді өзінің тауарын өткізу үшін айтуы мүмкін, қызықтырып деген сияқты ғой. Жалпы енді сөздің ашығына келгенде тауықтан пайда бар. Айналсам тек ерінбеу керек қой, болды. Ерінбесең ақша табасың ғой. Линия қайдан дейді. Так, линия жымпиттағы Асеттен, Атеш тауықтар. Қалған ішінде 3 тауық бар, олар Россиядан келген. Бірақ енді Асетке де Россиядан келген, жымпиттің баласына тауықтар Россиядан келген. Адлер Қазақстандікі, Ақтауский сияқты, осы Атеш бар ғой. Мұратбек дейді, или Атыраудың баласы. Атырау или Ақтау, осы Атеш, осы екі линияның біреуі Атыраудан или Ақтаудан келді. Атеш. Адлер скипіздікі сатыла ма? Жоқ, сатылмайды. Сатылатын пока жоқ, брат, базары еңбегі жемісің ұрекса боламыз. Рахмет, әмин, бранан. Қай жақтансың бағарым дейтін. Уалейкум ассалам. Орал қаласы ғой. Батыс Қазақстанда тұрамыз қазір. Жалпы Атыраудікімін өзім. Адлер жақсы. Иә, жақсы, Адлер әдемі ғой. Оралда тұрам, Оралда. Брат, қанша жыл туады бұлар дейді. Бұлар енді 2 жыл тоқтамастан жұмыртқа береді. Мына осы порода бар ғой. Қазір менде 1 жылдық қой. Келесі жылға дейін бұлар жұмыртқа береді маған. Уже мен бұларды келесі жыл сатып жіберем арзанға. Бұлар уже тоқтамастан 2 жыл жұмыртқа бергеннен кейін 3-4 жылы уже 1 күн туады, 2 күн тумайды, 2 күн қатарынан туып кетеді, 1 күн тумай қалады. Кейде 3-4 күн тумай қалып туады, сондай болып қалады уже бұлар деген. Сол үшін мен тек қана 2 жыл ұстаймын. Так, Адлер балапанын алып едім дейді. Оралдан ғой бауыр, адресті айта алмаймын мен деген. Ол клиент эфир деп отырмын, адресті айта алмаймын. Әр адам әрқалай ғой, енді білмеймін ғой, мен сен қандай екенін көрген жоқпын. Адресімді айтып жіберіп, таңертең тұрғанда тауықтарым жоқ болып кетсе, қаншадан дейді, азан ба дейді. Порода қандай Атеш? Порода Адлер. Тауықты қалай тезірек, не екен енді? Маған кәдімгі ғой, осы неден сіздерге өтірік айтпай қойын. Маған WhatsApp-тан бар ғой, группада да бармын ғой, былай. WhatsApp-тан да, TikTok-тан да бір 100% адамның 60% бар ғой. Неге
қалай күрік қыламыз дейтін сұрақтар көп қойып кетті. Таң атпай жұмысқа кетіп жатқанда әңгіме айтып барамын ғой, сондай кісілермен бар ғой, жұмысқа барғап телефонды өшіргенше маған жазып жібереді, маған түнімен де жазып жібереді, күні-түні жазып жатады, маған тауықты қалай күрік қыламыз деп. Уже менің бар ғой күрік қылу дейтін мына жерде тұр ғой, уже құссам шығып кетейін тұр дек. Енді сіздерге тағы да айтып кетейін, енді оны шаршамай айта береміз ғой енді сұрақ қойғаннан кейін. Так, дрожь бересіздер ең бірінші. Дрожжы манағыдай, мына тырнақтың несі тағы айтып кетейін. Мына тырнақ тұр ғой міне. Мына тырнақты үлкен дрожж сатып аласыздар магазиннен. Андай сабын дрожж дей ма екен, қалай айтылатын еді. Короче, ұнтақ дрожж алмайсыздар, сабын дрожж деп айтылатын сияқты. Осындай төртбұрыш тұрады. Осылай төртбұрышты ғой. Мына шаңнан не қою көрінеді екен де. Осындай төртбұрышты дрожж. Так, соны аласыздар да, мына жартысын кесіп аласыздар. Мына көрсете берейін, мынау менің короче нем ғой. Тақтам. Так, осының жартысын былай кесіп аласыздар. Мына жартысы мынау ғой міне. Мынадан былай кесіп аласыздар. Мынаны үйге бересіздер, нанға. Мынаны алып қаласыздар. Осының жартысын осылайынан кесіп аласыздар да. Мына тырнақ тұр ғой міне. Мына тырнақтың ұшындай қылып бүйтіп кесіп аласыздар. Ұнтақ бүйтіп. Бүйтіп кесіп аласыздар бүйтіп. Бүйтіп кесіп аласыздар да. Мына тырнақтың ұшы сияқтыны қолмен бүйтіп майдалап тауыққа бересіздер. Тауықтарыңыз енді басуына бір апта беріп қараңыздар. Тауықтарыңыз жұмыртқа тууы жақсарады. Сосын басып та қалады тауықтарыңыз. Ал енді оған дрожжға баспай жатыр, ойбай дрожж көмектеспейді деп жазып жатыр. Дрожж көмектеспей жатса, онда былай жасайсыздар. Қамыр бар ғой, мына үйдегі ашқан қамыр. Сол қамырды аласыздар да, мына қамырды аласыздар, қолмен. Қамырда да мынада отырасыздар, бүйтіп қолға жабысады ғой. Соны бүйтіп үйкелеп тауықтарға бересіздер. Оны берген жағдайда тауықтарыңыз аш болу керек, сол кезде жейді қамырды. Мана мен мысалы бердім, білмеймін қайда кеткен. Оны далада жүрген, жайып жүрген жүрдім, ана жерге тастап кетеді, мына жерге тастап кетеді. Бұлардың арттарына жүрдім мен, қамырдың бәрін тазалап. Сосын келдім де мана қорасына келіп тастап кетеді. Қораның ішіне чөт қамыр көріп тұрған жоқ, или топырақпен бірдеме араласып кетті ма. Солай, короче. Сосын тауықтың денесін қыздыру керек қой ол деген. Бізде қазір күн салқын, кішкене басқан тауықтар тұрып кетіп жатыр бізде деген Оралда. Көбінен естіп жатырмын, енді әркім әрқалай ғой. Бірақ көбінен естіп жатырмын, басып жатыр, бірақ тұрып кетіп жатыр деп, күн салқыннан ба деп. Тауықтың денесі қызу керек. Бұлардың денелері ыссы болу керек қой. Өзінің мына тауықтың төсі бар ғой, жұмыртқа тұратын жері 37 градус ыстық болған жағдайда тауықтар күрік жатады. Мына жүндер, төсіндегі жүндер түскен жағдайда. Сосын тауыққа ащы беру керек қой. Горчица беріңіздер, манағыдай. Бұлардың денесін қыздыру керек қой. Бірақ қатты қыздырып жіберсеңіздер, тауықтарыңыз шыдай алмай өліп қалады. Атеш төлестірейік дейді. Менде төлестіретін атеш жоқ қазір деген. Бойцовский атеш алам, бұйыртып төлестіреміз ғой. Уағалейкум ассалам. Манағыдай шама келгенше бар ғой, негізінде қалай айтсам болады, тауықтарыңызға ащы беріңіздер, жеміне ащы қосып беріңіздер. Кетчуп, манағыдай бір жасыл нелер бар ғой, магазиндер сатады супермаркеттерде. Перец. Сондайларды жеміне уатып беріңіздер, суын құйып араластырып беріңіздер. Тауықтың денесі қызыған сайын тауық жақсы жұмыртқа туады, біріншіден, екіншіден жұмыртқаға да жатады. Соны беріп қараңыздар. Нәтиже шықпай жатса айтасыздар ғой маған. Бір тиктокқа кіргенде. Мен өзім енді кеше көп айтып отыр ғой, дрожж бердім, қамыр бердім, баспай жатыр деп. Қазір мен бүгіннен бастап қамыр беріп жатырмын. Бір апта көрем, жұмыртқа жатпай жатса, онда дрожж берем. Ал дрожж беріп баспай жатса, онда тағы басқа жерін іздейміз ғой. Бастыратындай бір нәрсе істейміз ғой, Алла амандығын берсе. Просто дрожж беріп, манағыдай қамыр беріп бастырдым өзім. Бір менде домашний тауықтар болды, брама, манағыдай үй тауықтар болды. Сол бір жылда дейтін, енді 14 тауықтың 5-еуі жұмыртқаға жатты да, мана қамыр дрожж бергеннің арқасында. Сосын сіздерге айтып жатырмын, 200 тауықтың арасынан таңдап алдық дейді. Тамер, не жазып едің? Міне Марат ағамыз жазып жіберіпті мына жерге.
қазір мен Марат ағаның несіне неге қойып қоймын, закрепить комментарияға. Міне Марат дейтін ағамыз жазып жіберіпті. Дрожь берме, ақ күрік болып жатыр менікілер дейді. Жатқызбай жатырмын, бесеуі жатты дейді. Міне манаға дрожь бермеңдер баспайды дейтін кісілер бар ғой. Міне Марат ағамыз үлкен кісі, енді алдамайды ғой. Сол үлкен ағамыз жазып жіберіпті. міне мына жерге закрепить етіп қойдым. Соны қарап не істейсіздер ғой, өздеріңіз бір шешімін табасыздар ғой. Мана сұрап жатқан жандар. Жұмыртқасын алма, астын сразу жатады дейді. Міне Нурик бауырымыз да жазып отыр, жұмыртқасын алма сразу жатады деп. Нурик бауыр не ғой, мен жұмыртқасын алмағанда менде жұмыртқа жейтін тауық болып тұр ғой. Виш, манағыдай жұмыртқа жатып қалып, көп адамдарда жұмыртқа жеп қоюы мүмкін да тауықтары. Енді көп айтып отады, жұмыртқа жейді, жұмыртқа азайып кетеді деп. Жалпы мен бұл тауықтардан 6 жұмыртқа, 5 жұмыртқа алып жүрдім да, мына именно Адлерден. Кеше 3 жұмыртқа алдық. Сосын енді 3 жұмыртқаны үйге әкеліп манағыдай кассетке қойып қойған ғой, біреуге жинап отырмын ғой мен. Кассетке жинаған сыртын қараймын. Мына жұмыртқаның қабығы жатыр және сап-сары болып тұр. Сосын қораға келіп қарадым осылай. Осылай келіп манағыдай қарап тұрмын ғой, тауықтарым қарап бүйтіп. Мына тауыққа келіп қарадым міне. Мына тауықтың мойындары сап-сары да, жұмыртқа болып жатыр міне. Маңдайы нелер сап-сары болып жатыр. Білдім уже осы тауық жұмыртқа жеп жүрген. Сосын келесі күні жайлап манағыдай қораға келем, осылай. Қораға келем, жұмыртқа тұр. Мынау шұқып жатыр жұмыртқаны. Мынау шұмық бастап. Сосын мен уже білдім бір тауық жұмыртқа жейтін. Бүгін үйдегілерге айттым, 2 сағат сен қораға келіп жұмыртқасын алып тұрыңдар, жұмыртқа жейтін тауық бар ішінде дедім. Сосын енді үйдегілер манағыдай келіп жұмыртқа жинейін деп келсе, мына тауық тоже сөйтіп тұрады, мына жұмыртқаны шұқып жатыр дейді. Бір тауық туған, қарап тұрған қасында, резко тек туғанда жұмыртқасын шұқып жатыр дейді. Сосын сіздерге айтып жатырмын ғой, манағыдай тауықтың жұмыртқасын резко жинап тастаған жақсы, жұмыртқа жейтін болса. Сосын 2 сағат сайын тауықты қарап тұрсаңыздар, жұмыртқа 2 сағат сайын туады, кейбір тауықтар бар. 2 сағат сайын уже жұмыртқа туып тұрады тауықтарыңыз. Үстіне уже дейді. Мына Раушан ханым жазып отыр ғой. Закрепить етіп қойын. Да, 56 адам қалыпты ғой. 4000 подписчик жеткізбек достар. 160 адам кіріп отыр ғой. 50 адамдай тіркеліп сапты. Так, мына породаны көрсетейін да сіздерге. Адлерді көріп шаршап кеткен шығарсыз. Питви күртеп перкал жетіспейді дейді. Соқа бұйыртса ертең мынаған ракушен алып келем, шөлмектер сындырып таңертең берем. Бүгін жұмыстан шаршап келдім өзім. Бүгін уақыт болмай жатыр ғой. Так, Адлерді көріп шаршап кеткен шығарсыздар сіздер. Сіздерге басқа породаны көрсетейін. Енді көп адамдар жоқ ол порода деген. Ертең бір жақсы порода келеді, келесі жылы Алла қосса жақсы порода болады. Ол енді Алматыда бар, Оралда жоқ ол порода. Бұйыртса біздер істейін деп жатыр, соны Алла қосса. Сол порода келеді, оны да тоже сіздерге көрсетіп қымбатқа сатамыз оны енді. Так, ажағын өшіріп мына келгенде. Менде барлығы мұнда тұр ғой. Мынаны бүйтіп өшіріп дейсің да. Мыналар менде жанбайды. Мыналар білмеймін, мына аяқпен анау именно екеуі жанбайды. Мынаны қойып қойдым ғой. Мынау менде балапандарға дайындап қойған. Өздеріңіз білесіздер ғой, менде балапан болғанда балапандарға свет дайындап қойғанбыз. Сол енді соны жағам қазір міне. Мынада да кішкене жарық жоқ па, бірдеме сияқты ғой. Ортаға қойайын екен. Мына бір шұқуға да не? Шықмай ақ қойын, жарылып кетіп, анау айнюк десе жарылып кететін. Міне мына породалар менде қазір. Так, главный атиш осы. Мықты атиш мынау. Көзіне очки киіп тастадым. Алла қосса Алматыдан очкиге заказ беріп қойдым. 4-5 күні келеді дейді, әлі келген жоқ. Енді ертең барып Қазпоштадан барып білем, заказым келді ма екен деп. Міне породалар менде. Так, көрсетейін. Так, көбі гигантпен шатастырады. Гигант емес мені. Мына 50 литрлік не бөшкі бар ғой. Темір бөшкі, баяғыда білесіздер ме? Қырда ауылда су таситын едік қой. Сонда 50 литр бөшкіде мынау гигант болса, мынау 50 литр бөшкіден
биік болады да, мойның өзі жетіп тұрады. Сол үшін мынау гигант емес, көбі гигант деп шатастырады. Так, сосын менде мына тез сатылады. Так, менде мына тез сатылады, міне. Мынау, мына тез бәрі бір үйден. Мынаны сатып жатырмын. Тауыққа секіріп тұр, неге көзіне очки кигіздің тауық. Бұл тауық емес, бұл атеш. Бұл атеш дейді. Бұл енді ішінде главный болғаннан кейін, мұны құйрығын, главный болғаннан кейін мынаған тиіседі. Сол үшін мынау қорқып, қорадан шықпайды, далаға жайылса да қашып жүреді. Ал мынау қорқпайды. Сол үшін мынаған тиіспеу үшін мынаған очки кигізіп тастадым. Басында мынау негізі семіз болды менде. Просто мынау талап тастағаннан кейін мынау арықтап кеткен ғой. Сол енді бұйыртса бұны да бөлек қойып, бұны да семірте керек жемге бидей беріп. Так, мынау главный түсірейін. Мынау мықты негізін. Түкіріп қойыңыздар, мен сіздерге жақсы породаларды көрсетіп жатырмын ғой. Ертең көз тиіп тауықтар қырылып қалмасын таңертең. Міне, арқасын көрдіңіздер ма? Арқасын. Мына атештер ауыр ғой. Атеш ауыр. Сол үшін арқаларынан осындай не істейді. Тырнап істейді арқаларын. Көрдіңіздер ма? Рахмет, Газирет бауырым. Сау бол. Газирет Өтебай дейді. Көрдіңіздер ма? Мынаның іші тарайды мыналарға. Имені аділерді осы жерге қою керек мұ негізінде. Мыналар ана жақта тұру керек болған. Мынаны бөлдім де. Очкені шешіп таса жақсы негізінде. Ойлап тұрмын да, короче. Мына екі атешті сатшы беріп. Мына екі атешті. Үшеу бір ұядан ғой. Мына екі атешті сатшы берсем. Мына екі атешті 7 мыңнан 6 мыңнан сатсам. Дәл осындай порода алам да тағы. Ойлап тұрмын, мына екеуін сатсам, мынандай алсам. Бір атеш аз болып кетеді. Сол үшін мынаның біреуін сатып жатырмын тек қана. Енді мына екеуінің қайсысы өтеді, соны сатам да, сосын мынандай тағы бір не алам ғой. Мына екеуін не істейміз, мынандай бір тауық алайын деп тұрмын ғой, короче. Ағаштың беттей ма дейді. Ағаш беттемейді ғой. Қайда себет дрожжи ешқайда сеппейді, Қазірет бауыр. Дрожж сеппейсің, дрожжды тауыққа уатып бересіңдер. Жақсы жұмыртқа туады. Жақсы жұмыртқа башатады. Білмеймін, енді көбі сөйтейді ғой, менде осылай тұр. Алдыңғы жылда толай тұр, биыл да осылай тұр ғой. Тіпті алған тауықтарым жақсы, жұмыртқа туып тұр, жақсы істеп тұр. Просто қораның ішіне дезинфекция жасап тұру керек қой. Тауық тудыру үшін комбикорм бересіңдер. Жақсы туатсың ғой. Жоқ, дала тауықтары. Так, осы порода жұмыртқасы дейтін 400 теңгеден. Пока заказ көп енді. Пока заказдарым жинап жатырмын. Содан кейін сатылады. Аплод қалай дейтін адамдар міне. Мынадан кейін аплод енді 100% қой. Орал қаласы, братан, тұмсығы сынса не істейді дейді. Қалай? Атештің тұмсығы ма, тауықтың тұмсығы ма? Енді тұмсық сынса тамақ іше алмайды ғой бұлар деген. Тұмсықпен үстерін тазалайды тауықтар.
арқаларын тазалайды, мына кене, сірке дейтіндер өздері тазалайды, мана не істейді ғой. Енді білмеймін, енді оны тұмсығы сынса енді сойып дейсің ғой, шамай келгенше жем жей алмай тұрса сойып тастаған жақсы. Тауық уже 3 күн тамақ ішпесе арықтап бітіп кетеді жүдеп. Жоқ, сатылмайды, тауықтар сатылмайды, төлестен сынды ғой дейді. Төлестен сынды ма? Енді оны жем жей алмайды ғой ол деген. Шамай келгенше сойып тастайсың ғой, сатсаң ешкім алмайды оны. Бір жұмыртқа тамаққа ішуге ма? Менде қазір оған тауықты жоқ сататын жеуге. Бірақ жеуге енді 80 теңгеден ғой домашний жұмыртқаны. Мен ертең ала қосса анандай не алайын деп едім ғой. Птиц фабриканың тауықтарын алайын деп едім, ақ тауықтарын. Соны ала қосса соны алсам, онда жұмыртқасын 50 теңгеден сатам. Жұмыртқаларын 50 теңгеден сатам, нормально. Жұрттар 80-ден сатып отыр ғой, мен 50-ден сатам. Плюс көп айтады шығар, неге арзан сатасыз деп. Плюс мен өзіме клиент жинаймын, ең бірінші. Екінші жағынан олардың жұмыртқасы тұрады, менде жұмыртқа тұрмайды. Уже жұмыртқа менде тұрмай өткен сайын маған қалтама уже ақша келіп отырады. Сол үшін аламда ертең 50-ден сатам. Менде просто демалыс болмай жатыр вообще. Менде вообще демалыс жоқ қой, тек 5 күн жұмыс, 2 күн демалыс, 2 күн демалысымда птиц фабрика жұмыс жасамайды. Сол үшін енді бір нотшқа шығатын кездерде барып не істемесем. Үйдің жұмыртқасын инкубаторға салсам шыға ма дейді. Енді домашний тауық жұмыртқа туса шығады ғой. Ал енді магазиннен алса шықпайды. Оралда бір мынандай случай болған, группада айтылып жатыр. Короче, біреу инкубатор сатып алған. Сосын оны бір балдарға қостыртып алғанда, балдар қосып бірген инкубаторда. Сосын ана кісі 2 кассет жұмыртқа сатып алған. Короче, 72-лік жұмыртқа ғой, матрица дейлей шығар енді. 72 магазин супермаркеттен бағанда 2 коробка, кассет жұмыртқа сатып алғанда инкубаторға салып тастаған ғой. Еще как положено, кәдімгідей бағытына қарап салған, кәдімгі дұрыстап не істеп. Сосын манада енді 3-4 күн өткен. Сосын 7 күн өтеді, енді 1 апта өтеді ғой. 1 апта өткеннен кейін мана аплод тексереді ғой. Аплод тексерсе дым жоқ дейді, сап-сары болып тұр дейді. Сондай бір случай болған. Сол үшін енді ондай жақтарын білмей жатсаңыздар, не істеп жатсаңыздар, мысалы құс бағып жүрген туысқан нелеріңізден сұрап алыңыздар. Көп айтады ғой негізінде птиц фабриканың тауықтарына жоламаңыздар деп. Жалпы негізде оның птиц фабриканың тауықтары дейтін шаршатып тастаған, укол салып тоғыздырып тастаған деп. Оның да енді ешқандай қиындығы жоқ. Бір 50 тауық алсаңыз, мысалы, осындай қазір жазы уақытын алған жақсы. Қазір олар уже адам болып кетеді. Ал қыста мен қыста алдым, басым жасамай. Қыста өлетіні өлді, соятыны сойып алдым. Бірақ көбін сатып жібердім. Сондай жағдайларда мен сіздерге айтайын. Қазір птиц фабриканың тауықтарын қазір алатын болсаңыздар, уже олар сіздерге 1 апта тоқтамасынан жұмыртқа туады, или 3-4 күн жұмыртқа туады. 3-4 күннен кейін барып, олар уже адаптация жүреді оларда. Уже ол дейтін птиц фабриканың тауықтары былай ғой. Аннан уколмен туыдыртып келеді де, витаминмен сізге келеді де, уже простой жем жеп кетеді да. Сол үшін ол андаға салған уколының әсері таусылғаннан кейін жұмыртқа бермейді де, уже сіздің жеміңізге үйреніп адаптация болады. 1 апта, 2 апта адаптация болады, уже арғартай уже сізге жұмыртқа туады. Сіз енді олда жұмыртқа туғызу үшін кішкене азымыз витамин беріп жібересіз. Несушка, манағы ракушняк, рябушка дейтін нелер өзі витаминдер бар. Сондайларды бересіз. Содан кейін уже сізге манағыдай қалай айтсам жұмыртқасын береді ғой үзбей. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Көбі қазір просто ана жүні жоқ тауықтар ғой. Олар птиц фабрикадан сеткіде тұрған, далаға көк шөпке жайылмаған. Содан кейін бар, олар өзі көп адамдар манағыдай не істейді. Алмақ деп айтады. Енді күніне маған деген жоқ дегенде осы жерде мына қара тауықтар 7 тауық қой.
мына атештер санамағанда 7 тауық 4 жұмыртқа 5 жұмыртқа беріп тұр. Бүгін 5 жұмыртқа берді, Алла амандығын беріп өтпей. Адлер тоже 5 жұмыртқа берді. Адлерде мынаудай 5 жұмыртқа берді. Күніне қанша жұмыртқа? 5-5-тен, короче, 10 жұмыртқа беріп тұр. Қанша теңге қарақтығын жұмыртқа сайды. Мыналардың жұмыртқалары 400 теңгеден. Бірақ қазір енді менде оны сіздерге жинап бере алмаймын. Любой қалаға доставка бар. Доставка бар дегенде салып жіберем ғой. Өздеріңіз күтіп аласыздар ғой, ақшасын төлеп. Любой қалаға салып жіберем. Бірақ та қалай айтсам болады, қазір полный тұр уже менде. Осы ай үлгере алмай жатырмын жинап. Біреуге енді 20-сына дейін уже уақыт болды. Кеше 17-сіне дейін біреуге жинап беру керек болғам. Бірақ үлгере алмай қалдым. 20-сына дейін шегертілді. Короче, келесі субботаға дейін шегертілді. Короче, тауықтың жұмыртқасын жинағанда 10 күн жинайсыздар ғой. 10 күннен кейін уже не оплот болады ол да. Уже мен ертең 10 күнге жеткізбей айтқан енді жинап берем. 10 күн емес, енді 8 күннің ішінде жинайым. Сол 8 күннен жиналғанда бер жіберем ғой, бар осы деп. Потому что 10 күн тұрып қалса, уже ол не оплот болып қалады. Ішіндегі ұрықтар ұрып қалады тауықтың деген. Жұмыртқаның ішінде ұрықтар ұрып қалады. Так, тауықтың туатын орнын көрсін. Міне менде мынаған туып тұр, қолдан жасап қойған. Потому что менде мына жер кішкентай, соны үлкейткім келіп тұр ғой. Үлкейткеннен кейін барып, мыналар уже мына қонақтайтын тұр ғой. Соларды алып тастаймын. Содан кейін барып, мынаның ішіне жақсы бір туатын үй жасаймын. Тауық туатын 7 тауық бір әтеш етеді ғой, я дейді. Я 7 тауыққа бір әтеш етеді ғой, смело ғой. Қыста туама дейді. Я, бұлар қысы жазы туатын тауықтар ғой. Просто қора жылы болса, қысы жазы сізге жұмыртқа туады ғой. Бір 3-4 күн жұмыртқа тумай, или бір апта жұмыртқа тумай қалу мүмкін. Мана үстіндегі жүндер ауысқан жағдайда. Тауық беттеп жүрген жоқ. Жоқ, тауықтар беттеп атқан жоқ менде. Бізде просто бытықана көп қой. Сол мана үстіне қоңып қалғанда ала шарғанда. Солар не істеп атыр? Құрық қалай бастырамын дейді. Атеш болмаса не болады дейді, жансая тұрдың бай дейді. Атеш болмаса деген саламатсыз ғой. Атеш болмаса тауықтарыңыздың мына инкубаторға жұмыртқа саласыз ғой. Тауықтар жұмыртқа туған инкубаторға жұмыртқа саласыз ғой. Сол кезде уже балапан шықпайды. Жұмыртқаның ішінде ұрық болмайды деген сөз ғой. Әйел адам енді еркексіз бала тумайды ғой. Сол сияқты тауықтарда да сондай да. Ұрық болмаған жағдайда, жұмыртқаның ішінде ұрық болмаған жағдайда уже балапан шықпайды. Бұл порода астролог дейтін порода. Манағыдай бұның 2 түрі бар. Біреуі ақ-қара түрі. Типа ақ-қара адлер сияқты болады, бірақ адлер емес, полный манағыдай. Мына жері қара, мына жері ақ, мына жері қара, мына жері ақ, мына жері қара, мына жері ақ. Түгел денесі сондай болады да бұлардың. Бұлардың 2 түрі ғой. Мынау менде қазір бұлар қара түрі. Ана ақ-қара түрі сұранысқа көп жоқ. Именно осылар сұранысқа ие, да, осы қара тауықтар. Сол үшін осындай порода ұстап жатырмыз. Қалай бағуға болады дейді. Бағатын дым қиындау жоқ қой. Жем суын беріп, манадай астын тазалап қарап тұрсаң, нормально. Енді ертең Алла осы астын тазалаймыз. Просто менде уақыт жоқ күнде. Осындай демалыс кезінде тазалаймын ғой астын. Сол ойлап едім ғой, короче. Мына екеуінің біреуін сатып еді, екеуін сатып берсем, мынаның көзіндегі очкиін шешейін деп едім. Мына очкиді саласыздар ғой, мына мені көріп тұрған жоқ мынау қазір. Мына жанынан барсаң көреді да, міне. Тіке алдынан барсаң көрмейді. Сол үшін мынаның несін шешілмейді да мынау. Бір салған нәрсе тұрады. Бұны шешу үшін мына жағын сындырасың да, мына екі жағын сындырасың да, ішіндегі ағын алып аласың, сол кезде сынады. Брат, менен, несушка, қызыл несушка болса басады олар. Олар смело басады. Бір 10 тауықтың біреуі басады. 100 тауықтың 2-шеуі басады деген сияқты ғой. Рахмет, әдемі қорықпайды екен өздері дейді. Қорықпайды, қолға үйренген тауықтар ғой. Бұл домашний тауықтар ғой, жабайы тауықтар. Австралог дейтін порода. Қораз көзінде не үшін дейді. Мына қоразың көзіне ма? Мыналарға тиісіп тұр ғой.
бұлар тауыққа секіріп жатады, қораның ішіне жүргізбейді, манағыдай бар ғой, жем жегізбейді. Сосын очки кигізіп қойдым. Соның өзінде жанымен жүріп болса да мыналарға әйтеуір қосар тиісіп жатады әйтеуір. Нурик братан, бізге Дакан бармайды ғой. Дакан бақпайсымайды. Бізде Оралда ауа райы құбылмалы. Міне қазірдің өзінде бізде күн салқын болып тұр да. Міне мен өзім қалың киініп алдым қазір. Басымда бас киім қалың киініп алдым. Бізде күн салқын. Сосын бізге Дакан бармайды. Дакан бағу үшін оған жылы жер керек. Көзінде очки. Бұйыртса осындай очкилер келеді, ала қосса. Бірінші күні или ертең барып қараймын. Ертең келмесе бірінші күні келеді ғой. Бұрадан айдары салбырап қалған не үшін дейді. Ол айдары салбырап қалған, ол породыға байланысты. Дөт келді. Не көріп қалдым? Айдары салбыраған жағдайда ол породыға байланысты. Австралок дейтін, австралок деп қой, ой, Лигорныңкі салбырайды. Лигорныңкі салбырап кетеді уже. Ол породыға байланысты. Уже нелері бана айдар салбырап кетсе, уже үлкен тауықтар дейтін сөз ғой. Яйца есть продажа. Бар тауық. Атиш жұмыртқа сатылады, бірақ қазір жұмыртқа жоқ. По очереди жинап беруге болады. Жұмыртқа туа ма или витамин бересің. Мына қара тауықтар тек қана ақ бидайға ғана жұмыртқа туып тұр. Бұларға мен витамин беріп жатқан жоқпын. Очки не үшін дейді. Очки мысалы, бұл очки тауықтарға да киіледі. Тауықтар жұмыртқа жемеу үшін очки тағасыз. Содан кейін мынандай тауықтар бір-бірінің арқаларын шұқып тастамау үшін очки тағасыз. Сосын мына атиштер бір-бірімен қырылмау үшін очки тағасыз. Очки соған керек. Құрсын 5 тауық алып едім, атиште таста жоқ, жұмыртқа да бермейді дейді. Енді атиш қосып көріңізші, сосын тауықтарыңыз семіріп кеткен шығар. Қанеке тауықтар сатылмайды, оны неге салдың дейді. Не үшін очки дейді. Очкиге жауап берген сияқтын. Қызыл қораз бар ма? Жоқ, қызыл қораз жоқ. Қанша тауық бар дейді? 19 тауық бар. Жұмыртқа беру үшін қандай дрожжи беру керек дейді. Сабын дрожж бересіздер ғой, сабын дрожж деп айтыла ма? Сіздерде қалай айтылады екен? Сабын дрожж бересіздер. Бірақ айда салбырап мынаның бәрін жауап берген сияқтымын. Қайда кетіп күрік болып жатыр ма дейді. Ау! Болка барам. Қанша баға сатылмайды, союға бола ма дейді. Бұл тауықтарды қалай соясыз енді? Болады ғой союға. Нормально ақшаға сатып, 8.000 теңгеге сатып алып, қалай оны сойып жейсің? 8.000 теңгесін ақтағанша. Сіздер қайдасыздар? Біздер Оралдамыз, қандай порода дейді. Брат, мене лаудың бұрын порода тұқымай қалды. Ламан бұрындарға не бересің ғой? Витамин бересің, сол кезде жұмыртқа жақсы туады. Витамин бермесеңіз, уже тауықтар жұмыртқа тумайды ғой. Базар жоқ, 4000 подписчик көппіз ғой. Құтты болсын. Так, былай ғой, сіздерге айтып кетейін. Мысалы, тауықты бір айында старт бер, екінші айында рост бер деп жатырмын ғой. Уже тауықтар 5-6 айына жұмыртқа кіреді ғой. Олар балапан кезінде қанандай жем өсік енді росты да 4 ай рост бер, 4 айдан кейін уже бір ай аржағында 5 ай болады, сосын аржағында тауықтар жұмыртқа туады уже. Сол үшін тауықтарға өзіңізге арзан жемді берген жақсы. Мен жалпы негізі көбінесе зерно месті берем 4 айлық тауықтарыма. Зерно месті дейтін араласқан жем ішінде кукуруз бар, яшмин бар, бидай бар, шемешкі бар, тағы бірдеме қоспалары бар, толып тұр, ақ шемешкі, қара шемешкі бәрі бар. Сондай берем да, мен 4 айынан бастап тауыққа сондай берем. Уже тауық 5-6 айынан бастап жұмыртқа туатын кезде уже сол жемге үйреніп қалады ғой, до конца сол жеммен кете береді. Ал мыналар, мына қара тауықтарды балапан кезден асыраған хозяйны жақсы кісі бәрін түсіндіріп берді. Бидай берген, чисті бидаймен өскен тауықтар мыналар. Мыналар бар ғой, мыналар бидаймен өскен тауықтар мына. Чисті бидай берген, жұмыртқа туып тұр. Қазірдің өзінде мен бұларға бидай беріп жатырмын. Бір мезгіл күнде таңертең бидай берем. Бұлар төтеп жұмыртқа туып тұр. Ал ана витамин берген кішкентай 4 ай 5 айынан бастап жұмыртқа туайын деп тұрғаннан бастап витаминді беріп витамин бермей қалсаңыз, өз тауықтарыңыз жұмыртқа тумай қалады. Қымбат бар. Гигант емес бұлар деген. Австралок дейді порода ғой.
Тауықтарға не витамин бересіз дейді. Тауықтарға ма? Тауықтарға витамин, мен несушка дейтін витамин беріп жүрмін. Бірақ мыналарға бермеймін. Ана Адлер порода бар, мына породаларға берем. Ана отыр ғой. Так, мына породаларға мен витамин берем. Ал мыналарға витамин бермеймін. Бұлар менде ақ бидайға туып тұр. Енді қазір мен мыналарға, мына ақ тауықтарға бидай беріп жатырмын қазір. Бір әрі кетсе маған бір апта жұмыртқа бермейді жер. Витамин бермей, бидайға үйретіп жатырмын да. Әйтсе көбі мана тауықтар жұмыртқа тумайды деп отыр ғой. Мен енді көбіне кеңес беріп жатырмын ғой, витамин беріңіз, жұмыртқа туады деп. Витамин мына тауықтың күштеп жұмыртқа туғызады ғой, витамин дейтін. Тумайтын тауықтардың денесін қыздырады, жұмыртқа пайда болады, уже тауықтардың денесінде бар ғой. Уже солай типа жұмыртқа тууына күшті әсер етеді ғой. Мысалы былай ғой, қалай айтсам болады. Типа анандай жұмыртқа салып береді ғой, тауық дейтін. Витамин бар ғой, тауықтың ішіне жұмыртқа салып береді ғой. Мына кейбір әйел адамдар бар ғой. Андай көтере алмай жүреді, бірдемеге барады, көтергізіп беретін. Типа сондай нәрсе деп түсіндірейінші сіздерге енді былай. Оның ұяты жоқ деп ойлаймын. Солай типа витамин солай туғызады ғой тауықтар деген. Гигант қара мықты. Гигант емес, Данияр брат, но гигант емес. Астролог дейтін порода. Қанша штуга негізі дейді. Бұлар 8 мыңнан штуга. Бірақ сатылмайды менде. Келесі жылы бір 5-6 мыңға сатып жіберем ғой, Алла қаласа балапандарын алып болғаннан кейін. Короче, бұлар енді маған нормальный суммаға шықты. Бұлар енді ақшасын қайтарады өзінің. Бұлар өзінің ақшасын Алламандығын берсе, Алла бұйыртса деп айтайын. Ақшасын қайтарады, қайтарғаннан кейін балапанын шығарып аламын осылардың. Содан кейін барып бұлар сатылымға кетеді уже. Балапандар маған жұмыртқа бергеннен кейін бұлар сатылымға кетеді. Содан кейін барып уже бұлардың балдары келеді ғой уже төменге. Бүргелер кетпей ма дейді. Жо бүргелеп кетпейді, ол не затқа бүргелейді. Менде таңертеңнен кешке дейін мынау ашық тұрады. Ар жағы ашық тұрады. Мынадан ауа кіреді де, мына жағынан шығады да. Ол бүргелейтін жер, мынадай тауықтар, мынадай қалай айтсам болады, ауа кірмейтін жерден бүргелейді ғой. Короче, былай сөзің ашық керек. Ауа кірмейді, мына жағынан дым өтпейді. Сондай кездерде тауықтар бүргелеп кетеді. Алейкумассалам дейді. Кучинский балапан сатан бір штук 800 манат дейді. Міне балапан сататын жігіттер шығып жатыр ғой. Мен бүйтіп закрепить етіп қойын. Ешкі керек болса шығасыңдар ғой. Жақсы түсіндірін дейді. Бізде 60 балапан бар, неге жұмыртқа туады дейді. Неше жұмыртқа туады дейді. Так, бәрін айтыңыз, неше жұмыртқа туады дейді. Так, бұлар 5 жұмыртқа туып тұр маған күнге. 7 тауықтан 5 жұмыртқа нормально. Қарғаның мамасы мен папалары ғой. Жерсиктар ма, брат дейді. Жоқ, австралог дейтін порода ғой. Күшті түсіндіреді екен сөйтті. Рахмет, брама бар ма дейді. Атпа ма дейді. Қай жақты? Орал қаласы ғой. Братан породаны қалай біруге болады, мен де білмеймін, тауықтардың қаласы. Енді породаны ештеңесі жоқ. Мен шама келгенше маған былай жасайсыздар ғой. Бір тауықты алатын кезде Google дейтін бар қазір. YouTube дейтін бар. Ашып қарасаңыздар бәрі білініп тұрады. Google, YouTube'ды ашып жібересіздер де. Көбінесе YouTube біз Google'ды ашыңыздар. Google'ды ашасыздар да. Анда не бар? Фотоға жазатын жері бар, сөз жазатын жер. Соған ана жерде фотоның суреті тұрады. Фотоға суретін. Соны басасыздар да, мына тауықты фотоға сүресіздер. Осылай фотоға сүресіздер. Сол тауықтың аты жөнін, фамилиясын деймін ба? Толықтай шарп береді ғой. Қандай порода, қандай не барлығын шарп береді. Бәрі жақып біттім ғой. Жақып бешін алжан. Сондайын барлығын шарп береді ғой, короче айтқанда. Атеш сипаш дейді. Сипағада дым не істемейді, мен қолға үйренгендер ғой мұны. Мынау да атеш мені. Мынау енді білмек ішкен, маған үйренбеген. Бірақ мынау да сипатып тұр мені. Орыстар қысап, ой красавица, ой бірдеме дейм ба. Ақ тауықты көрсетші дейді. Қазір көрсетейін брадан, бір ауыз сөзің, мөлдірген көзің ғой. Қазір көрсетейін. Так, мұның светін өсіп кетейін, светке эконом деп қойын ба. Так, болды енді ақ тауықтарды көрсетейін. Сосын менде тамақ ішейін.
инкубатордан балапан шықты, саусақтары неге қисық неге дейді. Инкубатордан балапан шықты. Я көбінде сондай болып жатыр. Биыл что-то не то. Мына ай бар ғой, мына жыл бар ғой. Балапандардың көбінің аяқтары қисық болып жатыр. Олардың аяқтарын түзеу үшін ана кардон бар ғой. Мына кардон тағы көрсетейін, тақтаға келдім ғой. Мынау тауықтың аяғы бүйтіп келген, міне балапанның аяғы мынау. Кішкене үлкен қылып көрсетіп жатыр сіздер. Көрініп жатыр ма? Көрініп жатыр, жазып кетіңіздер. Так, мынау міне балапанның аяғы да, мынау бүйтіп келген. Мынау бүйтіп қайырылып жатыр. Мынау балапанның аяғы болса, бүйтіп қайырылып жатқан шығар сіздерде да. Осылай қайырылып жатыр ма? Сол үшін так. Ой, бля, кардондар жоқ қой көрсете қоятын. Міне кардон. Мынау кардон ғой міне. Мынау кардон. Мына кардонды осылайынан кесіп аласыз. Төртпішті қылып кесіп аласыз да. Мына бүйтіп қайырылып жатқан не бар ғой, соны үшеуін қоясыздар кардонға. Сосын жіппен орап тастайсыз ана кардон. Мына бүйтіп қойғаннан кейін барып, мынандай артық жерлерін кесіп тастайсыздар да, ананың аяғын жіппен орап тастайсыздар. Мына кардонға тауықтың мынандай қисық аяғын бәрін үш саусақты да бірге қоясыз, осылай міне. Осылай қоясыз. Мына мешет жасап тұрған жерлерді кесіп тастайсыздар да, жіппен орап тастайсыздар, сол кезде кетеді. Қазір балапан кезінен жасап тастамасаңыздар, ертең өскенде ол солай қалып қояды. Шамайынша солай жасаңыздар. Міне ақ тауықтарды көрсетші деп жатады, мына бір ағамыз. Көрсетейін, міне ақ тауықтар. Бұлар адлер дейтін порода. Бұлар да жұмыртқан жақсы туатын тауықтардың бірі деп айтсақ болады енді. Я бізде әлі жап-жарық күн деген. Бізде бір сағат қазір 10-да отады, бізде жарық деген. Бәрі сипатама дейді. Енді бұлар жақындатпайды енді мен деген. Бұлар қашады, бұны атеш деген. Білмеймін. Хазайыны тартады дейді ғой, атеш. Басқа өрден алып келдім ғой, енді сипатпайды. Бірақ енді атеш секірт бір тауықтарға. Я, бұлар туады ғой. Мен айтып тұрмын, тумайтын тауықты ұстамаймын. Маған түп пайдасы жоқ тумайтын тауықты дейтін. Туатын тауық ұстаймын ғой. Я, ауылда ұстаған жақсы ғой. Қалада да ұстау болады тауықты дейді. Просто манағыда этажный үйде тұрмасаңыздар, жер үйде тұрған әрбір үйде тауық болған жақсы да. Мысалы айтсам манағыда шайтан не бірдеме болады ғой, шарбақта, аулада, сондай бірдемеде. Өзі атеш соны байқайды, ең бірінші атеш байқайды оны. Сосын манағыдай атеш өзі қайта-қайта айқайлай беретін себебі де сондайларды көрген сайын айқайлайды да, манағыдай жүр деген сияқты ғой. Менде тіпті көп айқайламайды, бұлар бар ғой. Олар арасында айқайлап қояды. Кеп қалды, былай өтіп кетті деген сияқты ғой. Сол үшін шамай келгенше жер үйде тұрсаңыздар, бір 5-6 тауық болса да асырағандарыңыз жақсы ғой. Көңіл күйім жоқ, тауыққа не істеуге болады дейді. Көңіл күйім жоқ, тауыққа не істеуге болады дейді. Уалейкум ассалам. Қалайсың брат? Шүкір, аман-есен, өздерің қалайсыңдар ма? Уалейкум ассалам. Балапан неше күнде шығады инкубатордан дейді. Жақсы не болса, қалай айтсам еді, жұмыртқа жақсы болып, жақсы аплод, жақсы не болып жатса, 19 күнде уже балапан шығып кету керек, тауықтың балапаны. Ал енді 19 күн шықпаса 21 күнде шығады уже. 19 күннен бастап уже тауықтың балапандары шығу керек қой жұмыртқадан. 21 күнде толық шығып болу керек жұмыртқадан. На видео авторы дейді. Үш бар дейді. Көңіл күйім жоқ, тауығым бар дейді. Көңіл күйім жоқ, тауығым бар дейді. Қалай мен түсінбей отырмын? Көңіл күйім жоқ болса, тауығым болса не болады енді? Көңілімді көтеріп берейін ба? Билеп берейін ба? Кішкене сұрақты да қойғанда орынды қойыңдар ше. Атеш жылына бір рет ет жұмыртқа туа ма дейді. Оны білмедім ал. Атеш бір рет жұмыртқа туа ма дейді. Оны білмедім ал. Ол енді білмеймін, енді бір ютубқа бір шығып кетті ғой, баяғыда бір 10 жыл болған шығар оғанда. Бір қораз жұмыртқа туады деген. Ұмытқаламай жатыр, жем шөп алдында дәу 90 квадрат күн ашық қора дейді. Енді білмеймін, семіртіп алған шығарсыз. Орал қаласы. Тауықтар семіріп кеткен жағдайда да жұмыртқа тумайды. Манадай
енді ең бірінші асырап жатқан адамдар бар ғой. Айтайын, енді ең бірінші үйден тауық асырап жатқан адамдар, бұрын соны асырап көрген адамдар тауықтардың көбінесе семіртіп алады да, манағыдай жемді береді ғой. Менің бір нағашым бар Атырауда. Басында тауық ұстап білмейді, енді көп жемді береді, анандай бар ғой. Оны аямайды. Бір қапшық жем бір айға жетпейді. Жемді береді, таңертең келеді, жем шашады, әуетте келеді, жем шашады. Сосын бір күні барып бәрін үйретіп, дұрыстап не істеп кетіп едім. Сол сияқты жаңадан асыраған адамдар жемді бере бермеңіздер. Тек қазір уже жаз уақыты ғой, далаға жайылады, көк шөпке шығады. Бір мезгіл жем беріңіздер нормамен. Бол жетейді сол. Тауықтарыңыз сізге жұмыртқа береді ғой. Үйдегі тауықтан шыққан балапанмен қарай алмаймын. Балапанмен қарай алмаймын дейді. Оралда тауық балапан сататындар бар ма? Тума білмедім ал. Мен тауықтарын алып кетшейші. 30 тауық қор аламын деген адам лешке ғашығындар дейді. Асылбек, 30 тауық қаяқта, Оралда ма? Ана Адлердің балапандары емес, 1000 сатып атқан. Асылбек. Менің әтешім туады, әтеш көп қой дейді. Закрепит қойш дейді, менде көшін. Алматыда дейді. Алматы ма? Астын неше рет тазалайшы дейді. Аптасына 1 рет тазалаймын мен, потому что менде 5 күн жұмыс, 2 күн демалыс. Сол 7-ші күні бұйыртса барлық ішін тазалаймын ғой. Ертең қолым тимейді, енді мен айттым ғой. 7-ші күні тазалаймын, қолым тисе ертең тазалаймын. Қолым 7-ші күні тазалап, арғы күні жұмысқа шығамын ғой. Қай қалады? Орал қаласы. Қаншадан деп жатсың тауықтар? Тауықтар сатылмайды жалпы. Жалпы енді бұйыртса келесі жылы сатамыз, Алла болса. Келесі жылы уже сатылатын тауықтар көп болады. Менде бар. Дәл қара тауықтар, ақ тауықтар бар. Сосын дос баламда да мынандай ақ тауықтар, қара тауықтар бар. Уже біздер уже балапан шығарып, ақшасын қайтарып алғаннан кейін сатамыз ғой. Мына жерде де жинау керек еді, кешенің ішін бәрін шығарып едім. Так, мына ағаш кімге керек, хабарласыңдаршы, беріп жіберемін Орал қаласына. Шаруақтың бәрін жинау керек болып, кеше мына жерде тұрады, бәрін шығарып едік қой. Мына ремонт жүргізіп жатқаннан кейін сыртынан. Брат, қандай тауық жұмыртқасын жақсы береді. Енді әртүрлі ғой, уже батақанда толып кетті. Қандай ауылды ойлайсыңдар енді, айтып жөндер. Міне Оралский регион. Мына машинаны енді Оралдан күнде көретін шығарсыңдар. Міне осы машинаны көріп жатсыңдар, сен алып жатсыңдар, кеше қол көтеріп мен айтайын осыны. Так, міне мынандай бір ГАМАЗ, ана неге су келеді деп не істеген бір ГАМАЗ топырақ қой, қапшықпен жинаған. Осыны да жайып тастау керек, жұмыс көп. Жұмысқа көмектесемін дейтін жандар болса, келуге болады. Алла болса инкубатордан балапан шықса, көмектескен адамдарға балапандай беремін. Көреміз ғой сені. Көрсін. Жоқ, осы міне. Руым кім барады дейді. Руым адай. Міне. Руым адай. Дассордың баласымын. Дассорда туып өскен. Атырауда туып өскен. Все, давайте, достар, бұйыртса. Адай қайсысы дейді. Қосайтын не. Комбикорм Оралдан аласың ба? Оралдан алам ғой, Зүкко, Орал Будене дейді. Бізде тас қара тауық керек, бізде уже қараңғы дейді. Адайдың қосайтын не. Мына ремонт жүріп жатыр кішкене. Айлығысын 99. Күн жарық бәді. Бізде жарық күн деген. Аспан. Аян тұр. Осы бізде ауа райы. Так, маған Оралдан
на соткасын бе не дейді, байчонастікімі дейді. Базар жоқ бар. Так, маған мына жерге угол керек еді, кім заказ алады екен Оралдан. Дәл осындай профлисте угол керек, арзан бағада жасайтындарыңыз болса хабарласыңыздаршы. Мына былайынан. Короче, үйдің өзі 11-де 12 ғой. Мынау менде 14-те 14-ке есептеген полный. Ана басынан мына басына дейін 14, арғарате 14, общий 56 метр. Соған маған профлист керек. Профлист керек болып тұр енді. Соны кім жасайды Оралда? Салам, қай қала? Орал қаласы ғой. Оралдың қай жері дейді. Оралдың өзінеміз ғой. Күн шығып тұрмын ғой дейді. Кім батып отыр бізде өзі. КПТ-хана кішкен тұрғызып отыр. Қораның ішінде көп ПТХ-на жоқ екен, сыртта екен көбі. Інім сенде де дакан туристер ме? Жоқ, братан, бізде дакан жоқ қой. Бізде дакан атымен жоқ, Оралда деген. Алла қосса неден порода алдыртып отырық. Қораның ішіне керенші қайта. Так, порода алдыртып отырық Алматыдан. Анау енді, ана порода дейтін бөлек енді бар ғой. Оралда жоқ қой ол порода деген. Сондай порода алдыртып отырық, Алла қосса. Содан кейін соны келсе аман есен. Сенімді адам шығар деп ойлап тұр. Сол келсе Алла қосса. Онда сол кісіден даканды да алдыртамыз. Күн жарық қой. Я жарық, судан амансынамын. Я су келіп кетті уже. Атырауға кетіп жатыр ғой су дейтін. Бұл австралок дейтін порода. Қай жақ жап-жарық. Орал қаласы. Бізде батыста әлі жап-жарық қой. Көрсетейік қораны. Көрсетіп жатырмын қораны. Тағы көрсетейін. Мінекей. Так, енді Алла қосса папаны күтіп отыр енді. Енді семья бала-шаға болса да енді адам әкесімен ақылдасады ғой. Әкесі болғаннан кейін. Сол енді Алла қосса папаны күтіп отыр. Папа келгеннен кейін бір қораның ыңғайын шығарып, қора соғу керек болып тұр. Папа айтып отыр еді. Мына ағаш қораны бұзып сық етіп тастан қора салып берейін деп. Соны күтіп отыр, кейін Алла бұйыртса көреміз. Сендерде таңғы дейді. Таңғы дейді. Қазір. Мен таңертеңдегі сенікі ма дейді. Я, сені менікі ғой. Оралдың қай жағы дейді. Орал. Неге әлі қараңғы. Мына сені мен өзім жүрем, тек қана ешкім айдамайды бұны. 24-те 7 өзім жүрем ғой. Жұмысқа барам, тұрат, үйге келем, тұрат, короче. Өзім айдап жүрген машина ғой. Бізде таң ерте жатады. Мен өзім таңда тұрып көрген жоқпын енді. 6:30-да тұрғанда, 6-да тұрғанда уже күн бізде жап-жарық болып тұрады. Енді трассаға шығып, Атырауға кетіп жатқанда болмаса таңның қашан ататынын айтатын. Жалпы енді қазір айтылмайды екен таңның қашан ататынын. Өзім 6-да тұрам. Өзі 7-де үйден шығып кету керек, 8-де жұмыс деген сияқты ғой. Жоқ, братан, күрке тауық қой, күрке тауық. Тауық қанша дейді, тауық қой дейді, картоп жарады дейді. Тауықтың басында неге қызыл дейді. Мынау Айдар деп айтылады. Той, қазір. Бітіқанап кетті. Мынау Айдар деп айтылады, мынау Айдар. Мынау сақал. Мынау сақал міне. Мынау сақал. Мынау құлақ. Мынау құлақ міне. Бұл австралок дейтін порода ғой. Жұмыртқа жақсы өтемай дейді. Бақтияр, братан, мен саған айтайын ка. Бұлар бар ғой, інімсің бе, братансың ба көрмеймін, братан деп сөйлеймін, іні деп айтпаймын. Мен сіздерге айтайын. Именно мына порода, қазір мендегі бары, өзімде барын айтайын. Мына порода менде жақсы табыс әкеліп отқан породалардың бірі. Мына порода. Бұл породың жұмыртқасы 400 теңгеден тұрады. Тауықтың өзі 8.000 теңге тұрады. 10 мыңнан сатам, аласыздар ма? Көп айтып жатыр ғой, сатасың ба деп жатыр ғой. 10 мыңнан сатам. Конкретно алатын адам бар ма? Алып кетіңіздер. Бүгін или ертең алатын адам болса 10 мыңнан берем. Көбі сөйтіп сұрай береді, сатасың. Мен айттым ғой, сатпаймын деп айттым сіздерге, басында айттым, сатпаймын. Тауықтар сатылмайды.
просто тек көрсетуге, сіздерге манағыдай ақша табуға тапсын деп ниетте көрсетіп жатырмын тауықтар дейтін. Жұмыртқасы қандай өз бұйыртса алла қосса братан жұмыртқасын көрсетем. Алтын тауық па дейді. Жоқ, алтын тауық қой, өзі сондай порода ғой. Өзі сондай порода. Қанша тұратын тауық дейді. 8.000 теңге тұрады жалпы бұлар тауықтардың негізінен өздері 8.000 теңге тұрады. Мен сіздерге басқа қалаларды айтып жатқан жоқпын. Именно Атырау мен осы Оралдың бағасын айтып жатырмын сіздерге. Потому что мен өзім Атырауды болғаннан кейін Атыраудан да алып келемін ғой тауықтарды. Оралдан да аламын. Сол енді Орал мен Атыраудың бағасын айтайын. Әтештері де 8.000, тауықтары да 8.000. Россияда бұлар 5.000, 6.000 теңге болады Россияда бағасы. Ол енді Россиядан Қазақстанға келгеннен кейін по-любому қымбаттады ғой. Сол себепті Оралда 8.000 теңгеден бағасы. Енді мынандай әтештері 7.000-нан тауып отыр. Мен өзім мына әтешті 6.000-нан қойып тұрмын енді. Өтіп жатса 6.000-ға беріп жіберемін. Гигант па тауық па дейді. Қайра братан, бұл дейтін гигант емес, австралог дейтін порода ғой. Порода қандай? Порода австралог. Қай қаладан сен? Орал қаласы, Орал, Батыс Қазақстан. Гигант тауық па? Жоқ, братан, гигант емес. Қаншадан дейді. Бұл тауықтарды 8.000-нан алдым. Мыналарды 5.000-нан алдым. Адлерді. Үшеу өзімнің тауықтарым. Үш адлерді, 3 домашний тауыққа ауыстырып алдым. 3 адлерді. Қалғандардың барлығы өзімдікі. Братан, естілмей ма? Орал қаласынан Орал. Оралым-ай деп. Көк жұмыртқа табатын тауық жоқ екен менде. Ал бар дейді я, көк жұмыртқа табатын тауықтар. Бірақ ондай асырап көткен жоқ. Артықшылығы қандай дейді. Бұл тауықтардың енді басқа тауықтарға қарағанда айырмашылығы, енді домашний тауық қарағанда кішкене үлкендеу, ірі болып келеді да. Сосын бұл тауықтар кішкене әдемілеу болып келеді. Қалай десеңіз, просто қара тауықтың мынаның үстері мына былай ғой. Мына көріп тұрсыздар ма? Қап-қара және жасыл бар да. Жасыл міне, қап-қара, жасыл. Көрдіңіздер ма? Бұлар енді күннің көзіне шығады ғой. Күндіз далада жаямын ғой. Бұйыртса сіздерге көрсетермін. Далаға жайып жүргенде эфирге қосамын ғой. Сол кезде бұлардың нелері вообще күшті болады да. Алтын жұмыртқа таппайды, просто порода сондай бауырым. Сіздер просто тауық бақпайтын адамдар бұлардың нелерін түсінбейді да. Тауық бағатын адамдар, мысалы тауықтың гамбысына кіріп кеткен адамдар, оның бағасына қарамайды. Мен өзім, мысалы өзіме ұнаған тауықты бағасына қарамай сатып аламын да. Өзім ұнаған тауықтың енді білмеймін кім қаншадан екен. Мысалы 8.000-нан бағалап тұр. Түсесің ба дедім, түсті, әңгіме жоқ, түсті. Өтірік айтпай түсті. Бардым, алып кеттім. Рахмет, братан. Бұл міне жазып астан бауырым жазып отыр ғой. Ет бағатында да, жұмыртқа бағатында да жақсы тауықтардың бірі. Енді 7 тауық маған күніне 5 жұмыртқа беріп тұр. Оның біреуі демалып, біреуі демалмай тұр, или екеуі жұмыртқа тумай тұр деген сөз ғой. Сол сияқты ғой. Ол қазір, просто мен қазір ценаны түсіріп сататын болсам, ертең мысалы мен мынаны келесі жылы, Алла амандығын беріп, келесі жылы бұларды мен деген смело 5.000-нан сатып аламын да. Уже маған келесі жылы бұлар 2 жылдық болады. Келесі жылы уже мен бұларды сатып жіберуге болады, уже балапан шығарылғаннан кейін. Қойыңдар, жігіттер. Не ғой, өзі берсе дейтін әңгімелер керек емес, комментарияда бар ғой. Енді мына жерде әйел адамдар да қарап отыр, ер адамдар да қарап отыр ғой. Үлкен жігіттеріміз неміз ғой. Енді сол сияқты ондай боғыз сөз жазбай қойып, әйел адамдар да қарап отыр ғой, ұят. Өзіміздің дәрежемізді әйел адамдардың көзінше сүрмей қойып. Брат, такан бар ма дейді. Такан жоқ, братан менде. Такан ала қосса, сол таканды асырап көретін бар ғой. Ала бет, бәрі такан сұрап кетті. Сұранысқа тауықтарды асырау керек қой. Такан айтып отырмын, мана айттым ғой, бұйыртса Алла қосса, Алматыдан біздер жұмыртқа алдыртып жатырық. Ана порода енді бөлек порода. Мен өзімнің мына TikTokқа салам, Алла қосса. Ол порода бөлек порода. Именно сол осы TikTokқа салатын тауықтардың типа үлкендіктер осындай гигант, осындайлар сияқты. Австралиялық гигант сияқты үлкендіктер. Брамаға да ұқсайды да, әтештер нен бойлар дейтін. Енді сондайларды Алла қосса TikTokқа салам өзімнің неме профиліме видеоға. Соны қараңыз, солардың жұмыртқасы келе жатыр, Алла қосса. Бүгін салған шығар уже Алматыдан.
алла болса солар келеді, солардың балапандары шығады. Содан кейін олардың балапандарынан уже жұмыртқасы 1000 теңге тұрады. Или жұмыртқасы 1000 теңге тұрады сияқты, по-моему. Біздер жұмыртқасын өзіміз 1000 теңгеден алдыртып жатыр оны. 1000 теңгеден алып бұйыртса, өзіміз шығарып алса, кейін жұмыртқасын Орал қаласында көреміз, қаншадан қоямыз. Мүмкін 600-700 қыламыз ба, или 800-ден сатамыз ба, оны алла болса көреміз. Мен енді өзім асырап алып отқан жоқ, дос балам бар ғой. Дос балам екеумізбен келісіп ақылдасып шешеміз ғой. Жо, маран емес. Мен ана тауықтың атын бар ғой, ерінбей неден қарайым, атын ұмытып қалып мен өзім жалпы білемін ғой, атын өзім алдырып жоқтың. Атын бұйыртса көрек айтам сіздерге. Мыналардың салмағы 3 келе, 4 келе болады да. Мынау деп ғой, мына тауықтарынікі 3 келе, әтештерінікі 4 келе, 3 келе жарым болады да. Ал гигант 5 келеден жоғары береді. Көбі шатастырады да. Сосын гиганттың бойы үлкендеу болады. Мына тауықтың бойы, мына әтештің бойымен бірдей болады ғой, гигант болса. Менде австралогтың гиганттың әтештің бойы мынадан үлкен болады ғой. Тауықпен бірдей, гиганттың тауығымен бірдей болады ғой, мынау әтеш деген. Енді үйренген тауықтар тіпті жақсы, ондай не емес міне. Кішкенеден істейді анандай. Айқайлап қояды. Бұрамаларды сатып жібердім ғой бұрадан. 6 тауыққа неше әтеш болғандар. 6 тауыққа бір әтеш жарайды ғой. Менде потому что мына 2 әтешті қоятын жер жоқ, уже менде бар ғой. Сөздің ішіне керек. Жалпы мына жерде 7 тауыққа бір әтештің өзі жетіп жатыр менде. Просто мына екеуіне қоятын жер жоқ. Сол үшін осыларға қосып жібердім. Жақсы екен тауықтар. Рахмет. Порода не дейді? Порода австралог деп айтылады бұлар. Так, достар, короче, не ғой? Енді нормально отырдық. Енді алла бұйыртса ертең тағы кірем ғой. Қазір мен үйге шақырып жатыр, уже айқайлап WhatsApp-тан да жазып жатыр. Дастарханды жинап тастамай тұрғанда тамақ ішіп ауқаттанып алайық енді. Ұят болса да айтайын. Тамақ ішіп болып тұр, қарны ашып кетті. Так, енді алла болса ертең кірем бұйыртса эфирге. Осыған тіркеліп қойыңыздар. Енді бұл менің TikTok аккаунтым ғой. Бұның ішіне YouTube та бар. YouTube-қа да тіркелсеңіздер де болады. Профильде өтсеңіздер YouTube-қа бар. YouTube-қа да тіркеліп қойыңыздар. Мен әрбір салған видеомның несін қарап отырасыздар ғой. Енді мен көбінесе манағыдай тауық бизнес бастау дегеннен қалай ақша табу керек, қалай тауық алып қымбатқа сату деген сияқты. Алла болса видео салам. Алла амандығында соның бәрін қарап отырасыздар ғой. Сіздерге телефоннан жарық болып тұрған шығар. Біздерге кішкене қараңғылау болып тұр яркісімен. Все, давайте, достар. Алла амандығын берсе көрісеміз ғой. Ассаламу алейкум баршаларыңызға.